тадырың алдайда тулуп чоңоюп айтпай кыргыз бизден эл ишиминде оңолуп өйүз бүйүз мал болуп ойрон кыргыз баласы калың журтка таң болуп кырык чоросу жыйылып кыдайдын айласы кетип кыйылып тагы ошентип турганда эсенкан амир кылыптыр элинин баарын жыйыптыр атаңдын көрүң эсенканга жамандап тынчылар барып тамандап ошо буру турган буруттун кылган иши мындай деп Азизхан менен Айганды чакырып алып эсенкан кору куруш кыл эми сөздү мындай кыл эми нескара кетти качты деп жолойдун деп жолоюң мындан качты деп айлагандай болот деп катуу буйрук салыптыр эсенканга алкын жыйлап алыптыр ошондо 12 чери экен 12 чери бар экен барың аянжан экен башчысы мунун бак бурчун деген бар экен атагана дүнүйө түбүң ошо кыргызга кара турган жан экен атаңдын көрүп ак бурчун бери болгун деп айтып эсенкан туруп кеп айтып азыр 6 ай барасың 12 чериң аласың могу турган колуңан каалаганың алгын деп камөлдүмөтү катуу салгын деп манасты байлап келгин деп алдайды көздөй жергин деп эсенкан амир кылыптыр 12 чери ошондо бак бурчуну баш болуп жүргөнү жер болуп 6 күнү жол жүрүп атай абай мол жүрүп 7 күнү жол жүрүп ошо кезде кыз талак 12 чөйрү келиптир келип карап турса кең Алтайдай жер экен алтын көл деген көл экен алтын көлдү карасаң узун кайкы көл экен телегейи тең экен жер экен кыргыз эл экен оң жагы көлүңдүн ошо конуп жаткан ак балта сол жок жагы көлүнө бажакып жайлап жатыптыр малың ошондо чериден өрүң ашыптыр муну көрүп черилер 12 чери келиптир келип баздырып келсе көлүнө балдар мындай таштайлыганда бажакып таңгана кепти баштайлың мунун токол катыны жобагы өлөт күндүн өтүп атаңдын көрдүн быйыл багыт өлөтүн боюнда болгойуп баскан кез экен багды эле тары бери жүргөндө боюна баллап өтүптүр атаңдын көрдүнү жалгыз болбой кабылан балалы болсо бекен деп жакыпбай күтүп жүрүптүр ак боз мени сойдуруп мунун аты Маннас койдуруп туйгун туган Маннастын баатырлыгын улуп бак бурчунга чейин жетиптир 12 чери баштаган атаңдын көрүп ак бурчун оңой олтуң жоо эмес ойну богун сен муну ошо кезде бажакып ак боз ийден чыкты эле бак бурчундун жагына ошондо бажакып басып турду эле акмалап турган черилер бажакыпты кармады 2 колун байлады 2 бутун байлады аябай аны сабады айтып бергин сен деди кайдан келген кишисиң издеп жүрдүк биз деди эсенкан бизге жиберди Маннас деген баланы таап бергин азыр деп мындай кепти баштады ойлонуп туруп бажакып
жақып, ошондо көзүн жаштады. Атагана дүние, чоң мүшкүл түшүп мойнуна, кожу жашы куюлуп Жақып байдың койнуна. Айла кетип кеп айтат, батырлар деп айтат, менин атым Бердике, өзүммен буяка келдим Элдике. Кыргыз деген журт экен, менен Каракыта элимен, келип калдым капыстан, мал издеген жеримен. Ошо Кыргыздан чыккан Манас деп, катуу чыкты баласы, тентек чыкты Манасты. Балдардын барын сабады, малдын барын каммады. Айланайын черлер, айтар сөзүм ушу деп, жол көрсөтүп берейин, бол көрсөтүп берейин. Бүгүн бу жерден эсип алгыла, эс алып мында жатып тургула. Эртең менен болгондо, эрте туруп алалы, ушу турган Манасты Алдайдын аркы четинен таап алып келели деп ошентип кеп айтып, ат жайгап коюп аларды. Бак бурчундун чоң бози дөбөгөңүн тиктирип, дөөлөр сынап жактырып, атаңдын көрү ошондо. Бак-дөлөт жүрөт каскактап, о боюнда бала бар экен, ары бери таскактап, о эмне болуп кетет деп кармап алса Манасты. 12 жер кыздалак эсен канга колу бутун байлашып, күлүктөрүн шайлашып, бүгүн алып кетет деп имын ошондобай Жақып. Көзүнөн жашы оңтала, күтүнгөн бир бала. Атаңдын көрү дүние, аман эсен көз жарса, ушу турган Бак-дөлөт, ушу турган Манаска, эмне болуп калар деп жалгыз бала Манаска, жолдош болуп калар деп ойлогон Байжакып. Так ушундай болду эле атагана дүние, акырын сүйлөп кеп баштап, тамын ошондо Байжакып. Бак бурчун укчу деп таштап, ошондо алып келип сойду эле, кара малдан кырды эле. 12 чери бар эсен, бак бурчун сынды батырын, барын сыйлап турду эле. Көкөргөң ара кой деме, Байжакып минтип турду эле. Ушу кыргыздардын Манасы кармап алып сен кетсең, түбүнөн анын сен жетсең, бизге жакшы болот деп, ушу турган чоң Алтай мурдагыдай болот деп. Бак бурчун сага башыбыз, илет биздин башыбыз, бак бурчун биздин каныбыз, айтып аргын эсен кан, ушу Манастан чыкты жаныбыз. 12ге толду деп, ушу буруттардын Манасы, ушу ордугар кези болду деп, кармап алып жайлайлы, кылган колу бутун байлайлы, эсен кан көздөй айдайлы деп ошентип Байжакып. Кара көкөр ичине толтураң ара кыйгызып, атаңдын көрү дүние, шербеттен алып ошондо 12 чери душманга аябай ара ичирип, кыйындыгын билгизип, билгичтигин билгизип, акырын асып киргизип, мас кылып салып барысын, эми баштады бакып карысын. Айдалайын Бак-дөлөт, азыр баябамма барайын, мындай кабар салайын. Эсен кан деген оңой жоо эмес, аттаныптыр черилер, алып барып Манасты, ошоң алып барып Манасты эсен канга берилер. Ушундай болуп буйругу жараткан өзү колдосо, каршы буга туралы, ак балтаны табалы, Айдар канды табалы, ушу турган калайык бир чоң казатка чыдайлы, мындай болуп турбайбы деп ошентип Байжакып. Чунагын койгулап, кара жердин ойгулап, тунга чырып кайранер, ошондо салган бойдон жөнөдү. Баягасы бар эле, касиетти жан эле, улуулугу бар эле, ушу турган баяга оң акылды тууган жан эле. Ушу кезде түн катып, атаңдын көрү Байжакып.
бастырып емме барады жо. Салымдың салым алейкум, сандырғалдың ауа ким, сақ саламат барсың бі, саламат аман жансың бі, қонақ күттір қансың бі, бай жақып мұндай дегенде шығып келді баяуа. Айланайын жақыбым, башым саға садаға, келе қойғын жаныма. Түн жамбас жақыбым, түн жамын алыпсың, күн жамбас жақыбым, күн жамын алыпсың. Қасиетті жан елің емне болып кетті деп, аман есен тұрабы, черді сұнды байбече, баяғыны чырады, чынақ туған жан елі. Қаманас аман жатабы, жашмадас аман жатабы, қойның елге батабы, қобыраған көп қозу, барың аман жатабы. Айланайым бай жақып, бақ бұршын аман жүрі, айланайым бай жақып, бақдәлі таман жүрі. Иші тобыл чоң ойып, еркек туып береви, деу жентіп кеп айтқандан ғошынды. Бай жақып те мұң айтып, баявасы мұн айтып, кіргізіп алып ечіне, тамақ беріп тұршына, тағы жүнті ұшуға, жүндай кепте ұрғандам. Бай жақып анда кеп айтат, ичіндегі мұңын ем айтат, айланайын ауа кеуіп жүменін деп айтат. Ұжы тұрғаны бақ бұржын, жаман екен бұжырдың, сен қаңдың жиді беріп, жанды қой бойы тұрат, бірінші де жіберді, жол ойсынды бір өнні жолың салып, манасым айдаваны жіберді, қалың қырғыз күбөлі, екінші жолы жіберді, нес қара деген батырың, ақчадар минни вал келді. Қатың ұрыш бол деле, күбе болдың сен ошо, кен ақсаздың бойында, улағандың тұшында, чамбыл таштың белінде, чачабаймының алыштық, аным менден сайыштық, қанысы қачып кеттеле, мин төсін таштап чайына, қачып кетті жайына, қалың қырғыз ошондо, күбе болды барына. Эбиң 12 чері жіберіп, баштығың екен бақ бұржын, бізді тұрат меріп, панасты тап бергіндеп, екі күні қыздалақ, ортада жатат бұлары деп, сізге келдім деп айттық, қандай ақыл құлары деп, қасиетті бай елің, айланайын ауа ке, жолу қандай болады деп, басы етті манастың қолу қандай болады деп, түбелікке қырғыздың жері қандай болады деп, ұшытылған Алтайдан түні бойы қассақ бі, айланайын ауа ке, мойынды берген алсақ бі, ошоң елді көзде қассақ бі, алато көзде бұрысақ бі, манастың айтып түнін түн жолды байлап кетсек бі, же болбосо түніліп қаманасты берсек бі, деп ушентіп қалғандан ұққандағын армандан ұқпағандан арманда, жақып илап тұрғанда, ошентіп құдай ұрғанда, адаңдың көрі дүние, баяғасы жан екен, қасиетті жан екен, байқап тұрсаң бұларды түп қаппасы, баянқандан чаянқандан ұжынды, қасиетті қарағандан тандаған, орозды деген қан болғын, ұққан кіші жан болғын, ороздың онұлының башы кен, бай деген ұшы жасы кен, жасы толып қалған кезде кен, қасиетті сөз екен, адамның көрі кеп айтқанда деп айтады. Жақып бұ кебіңді кім ұқсын, ұшы қара түндей түн ұқсын, бұ кебіңді кім ұқсын, айланайын Жақып ай, менден башқа кім ұқсын, қасиетті манастың, жолы жақсы емес пи, қолы жақсы емес пи, адуанаң адың қой деле, манасты бізге ай деле, аламған ады ұлға,
туылған, Алтайға салған чуылған, Қырғызға аты уылған, Қылымға салған чуылған, қасиетті манастың қолы ұшу болу тиіп, беріштілі баланың жолы ұшу болу тиіп, мұңқанасың емнеге, айтайын азыр мен саға, бері болғын емми деп, қызы талақ сен бала, абай болып мен да чоң ойдым, жақып болып сен байқұш, ошондо жетім қалып чоң ойдың, атаны көрбөй сен кеттің, орозды мен көрдім, орозду деген атабыз, қан болған ұршыл қырғызға, бақұршы менен есен қан, алышып жүріп өтпөді, өтіп кетті қайран жан, қайрағанға қанышты, қайран қырғыз салышты, ошондо біріміз кеттік тереңге, біріміз кеттік еренге, біріміз кеттік жылдызға, біріміз кеттік мұңдызға, ошо сілер келіп тоқтудың, Алтай деген жеріне, айланайын бай жақып, ем айтайын өзіңе, ушу тұрған қабылан, оң жақ жағын қарасаң, қара чар қабылан, қапталынан чабылған, сол жақ жағын қарасаң, қара бұлы жол бұрсу, жандай салып қабышқан, қыз желтен қолдойт манасты, қасиетті бұ бала, қайсы бақ бұршын келіп жаннашты, ақылың жоқ тұрбайбы, жол өйді келсе жол отпой, айдап шықты қаңғайға, нес қара келсе келтірбей, байлап шықты қаңғайға, ошо 12 черүн еммеге, маназдың алы жетпейбі, қандай неме сен дедің, азыр баррам мен деді, мұны шонду кеу айтқандан айтып, ақбалда менен айдархан, азыр келсі мында деп, айтқан сөзді тыңда деп, бажақы бұл еміне қылғаның, айкөл манас балаңдың, қайда жүрөт бала деп, қабар берген наға деп, қырғы жоросу қайда деп, қаты кепті баштады, атаңдың көрі дүние, сақалын жұлып таштады, ағасы етті жан екен, бай деген ұшыл ғана ғаны екен, баяған мұның айтқанда, мұны шынды бай жақып, күлініп қалды бұдағы, айда тұрған құрағы, келіп қалды қырғыздар, оң жағында тараптан, Алтайдың қара беліне, Чамыл деген жерінен, Дамылда деген еррекен, көк күлесің үйініп, бұда келді түйініп, сол жақ жағын қарасаң, соро белекен, соңғы жатқан еррекен, салғыласып қойғылап, ошондың ақбалтағына келді жанына, қайран қырғыз қожыны қалғып міндеп тұрғанда, 12-де манасың ойға жатып алып қасиетті қабылан қырық жоросын жанына алып қайран шерік даярданып жүріп тұр қиынғы тайелінің терін айкөл білдітір ене кезі чиырды қыстың күні болғанда құлан бенен қылғымыз ашат қызын ашатып аямақты жасатып жайдың күні болғанда айтал бенен алғымыз барын алып қызталақ жасап қойған емес пе келісімді чоң ұлып қара бөгір жасап тұр ұлпығының тепсей тидіріп аябай тіштеп жіберіп сенің жиырды чырқырап илабын меріп айланайын жалғызым алдаңым не болу деп жасап қойған емес пе баса киіп қабылан ошо кезде жаңыдан қырық жоронын ішінен қымбат манас көрініп ошо кезде бөлініп құлан ұзын бұрып тұр Алтайда қарап тұрып тұр айтқан сөзін ұғып тұр чағылғандан түскенде айкөл манас қабылан азманнан жерге түскенде чағылғаны чартылдап қошу түскен оқ еле қасиетті манастың мұндан басқа жоқ еле жанындағы чағылғандың оғынан чарчабаған чиырды айланайын құлыным алдаң емне болады деп о қасиетті құлыным қандай болып кетеді деп жағасынан қолпоқтың қошо келіп қойып тұр білештеген қарачы қошо сайып қойып тұр оғын қармап түмелі көлтені таянып
отоңның көрі қабылан шыға берді жаңындан мұнышынды жаңындан ай көлманнас балаға қабар керді момындай жіберген екен сен қануны ке жана кечилди 12 ғана черуге чилдиң ошоге черуге чили жинде бак бурчун деген екен сенің іздеп келиптир азыр манас келсин деп ошолорун амыры бериптир анын канда кабылан ажыр суу келип жаңындан карданып бакырып тура калдың ошондо кыргызда уран чакырып кең Алтайдын байында адамдын көрү дүнүйө карап көрсөң ошондо кыргыздын башы кыргынчал кырандар жүрөт жанында аргындын улуң ажыбай айта берсе чалыбай күнү калда супара булар келде дубара атагана дүнүйө манжуриядан келген бегеле мажик деген эреле кара токо мажиги эрендердин чалиги ырбыз кара дөрбөнү бары дарбап келгене казактардын үйжөнү катын уруш бергене ошондон ай көлманас кабылан дуруп кеп айтат адаңдын көрү чебирлер силдер келсең мында деп айткан сөздү тында деп кыргызда буран чакырып бак дөөлөттүн ак ордодо тегеректеп черилер бак бурчун деген эрекен бары карап туруп айкөлдү кудай уруп тур ошо кезде кабылан манасда буран чакырып кыргызда буран чакырып жанындагы кыргыз жороо күркүрөп кирип келгенде ошо бак дөөлөттүн ордого бадырлар кирип келгенде 12 чыр каш деле качканынын барысын кыргыз жороо жетип баз деле башын алып сал деле бак бурчун деген чоңуна алып келип жанына айкөл манас төрөгө катын болуп жүгүрүп басып келди бүгүлүп жан согалап турганда айкөлдү кудай урганда кызы талак бак бурчун айтайын сөздүн барысын деп ошондой кабылан жал куйругун кестирип астындагы гүлүгүн үстүнөн аны мингизип кызы талак черилер 10 миң черик бир келдиң качан мени сен алдың жолоюң баштап бир келдиң качан мени сен алдың айта баргым бегиңе эсен кансындуу шериңе кабылан манас мен болом ушу турган кыргызга кололу кара чеп болом алдырбаймын элимди бердирбеймин жеримди киши салсаң алышам мыкта сени менен салышам Алтай кошуң алышам Алтайдан чыгып салышам Жатай кошуң алышам арак жагы бак бурчум барын уктум бу журттун эсен кансындуу каныңа айта баргым барыңа ошоңай көл манас кабылан ушу кезде карасаң кабылан баатыр моминти алдындагы гүлүгүн күргүн кесип сал деми жалын кесип сал деми жаман артык кемен тай ошо кийгизип коюп бак бурчун ыза болуп келиптир эсен канган ушинтип карыны жол бериптир аны мындай таштайлы жакшы кептен баштайлы кыргыздарга ара сүйүнүп ошо бак дөөлөттүн ордого жакып барысын кайра киргизип атагана дүнүйө ай туякка жыл кайтып кыргызың минтип кылгашып минтип жатты тыңдашып ошо кезде атагана дүнүйөң асыл тууган чырды эми кирдиң ордого туруп кеп айтат бак дөөлөттүн толгосу жакын болду деп айтат кайнап турган Алтайдан бүгүнүм барын алдырып ары бери чалдырып өдөңдүн көрү дүнүйө бак дөөлөттүн ошо толгосуга болуп толготуп эки күн толготуп жат бак дөөлөт мунун кандай болот ким билет үчүнчү күнү төрөдү баң этип бал ыйлайт баркырап кыргыз бар ыйлайт касиетти манастын жол болот ушу деп бир
естелі манназдың ошай болу тұжу деп қазиетті манназдың елесі болу тұжу деп ошо күні бағдылет еркек бала түріп артынан айталы абыке деп қойышып аябай арақа қырғыз тойышып атты мықтап қойышып ақбозбен сойышып қайран қырғыз қайлашып атағанна дүние алтайды бұлар жайлашып батырлармен теп қалғанда мұны ұққандағың армандаң ұқпағандаң армандаң адаңдың ғана көру дүние жентек беремеми деп байжақып даярданып қана қалған да барбаңда бай көл қауылан қырық жорынның барсын жеп алып жанына инім бір болды маға деп қанаташ туған айланайын қырық жоро емен бала болсоң ушындай маға өйді болсо мөбөгім ылды болсо жөлігім ушу тұрған абыке менің инім болды бөбөгім деп ошентип қабылан алтайдың жолын чалдырып аябай қызмат қылған дейд қайран ғана қырғыздың ошондың аттың ғана ұзын бұрғын